Қазыналы Қарт-Қаратаудың күнгейі мен теріскейі ықылым замандардан сыр шертетін тарихи орындарға бай өлке. Оның әр қойнау қатпарлары аңыз әңгімеге толы. Тіпті кез келген жоталары мен шатқалшыңдары халқымыздың өткен тарихын қозғап, түрлі уақиғалардан сыр шертеді. Солардың көпшілігі қазіргі кезде ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, аңыздан ақиқатқа айналуда. Қалай болғанда да қазақ тарихын бір қалыпқа келтіріп, өткен тарихымызды екшеп қарай бастаған қазіргі кезде ұлтымыздан шыққан тұлғалардың алатын орнын таразылай білген жөн. Бұл тек тарих үшін емес, болашақ үшін де керек. Жүздеген жылдар бойы елімізді, жерімізді қорғаған батырларымызға, билеріміз бен шешендерімізге, басқа да ұлтымыздың ұлы тұлғаларына кесене тұрғызып дәріптеу баршамыздың абыройлы ортақ парызымыз. Атамыз қазақ өлі разы болмай тірі байымайды деген. Бұл өткеніңе құрметпен қарамасаң, болашағың қараң қалады дегені болар. Құймағылақ шежіре қариялар ғасырлар қойнауында қалған тарихи оқиғаларды ұрпақтан ұрпаққа ауыз екі әңгіме түрінде жеткізіп келеді. Сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамдағы Маша тасуына қарға тамырлы қазақтың бір ұрпағы Сиқым бабаның еңселі ескерткішінің тұрғызылуы аңыздың ақиқатпен қауышуы десек қателеспеспіз. Осыдан 2 жыл бұрын Сиқым бабадан тараған ұрпақ бас қосып, ұлы бабаға ескерткіш орнатуды қолға алған еді. Дегенмен Сиқым бабаның қай жерге жерленгені және қай заманда өмір сүргендігі жөнінде кесіп айтар нақты дерек жоқ. Ел ағалары қарияларымен ақылдаса келе, әулиелер тұрақ атанған Сайрам мен Түлкібас аудандарының шектескен жері күре жолдың бойындағы Маша тасуына ескерткіш орнатуды дұрыс деп шешкен болатын. Мұнысы үлкен жолдың бойынан арлы-берлі өтіп жатқан жолаушы мен тәу өтуге түкпір-түкпірден келетін бабаның ұрпағы жолай соғып, тағзым етсін деген мақсаттан туындаған еді. Ескерткіштің ашылу салтанатына Арысы, Астана мен Алматы, көрші облыстардан жалпы есі қазақ баласы жиылып, Сиқым бабаның әруағына тағзым жасады. Асудағы қапталдай шаншыла орналасқан 4 діңгек шаңырақты берік ұстап тұр. Бұны бүгінгі ұрпақ бірлік пен татулықтың символы санайды. Найзаның ұшымен, білектің күшімен, ата-баба жерін көздің қарашығындай қорғап, ат үстінен түспеген. Тірлік пен ерліктің арқасында азаттық арайды таңына аттырды. Әлем картасында Қазақстан атты мемлекеттің пайда болып, көк байрағымыздың желбіреуі, өркен ниетті таңдап алып, демократияға нық қадам басуымыз, бәсекеге барынша қабілетті елдермен иық тіресуіміз, ұмтылуымыз, мұның бәрі шын мәнінде егемендіктің жемісі. Елбасының көрегенді саясат арқасында өркен ниеттің озық үлгілерін бойға сіңіріп, әлемдік қауымдастықтағы бет-бедеріміз айқындалып келеді. Қазақ тарихының оның ақтаңдақ беттері ұлттық міндет тұрғысынан зерттеудің соңғы жылдары батыл қолға алғаны белгілі. Мәдени бұра бағдарламасын іске асыруды жалғастыра беру, сөйтіп өткенді пайымдау арқылы қазіргі заман мәдениетін жан-жақты дамыту қажет дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ жұрты қай кезеңде де елдік пен бірліктің мызғымас ұстыны болған ел. Ел қамын ойлаған азаматтарын ардақтаған халық. Солардың бірі шежірелі қазақ халқының даңқты перзенті Сиқым Дулатұлы. Ұлы бабамыздың тарих пен қазақтың шежіресінде өзіндік орны бар. Біз жинаған дәйек пен деректер осыны айқындайды және дәлелдейді. Қазақ шежіресінде Қазыналы Қаратаудың бауырын мекен еткен Бәйдібек батыр есімі нақты айтылады. Бәйдібектен Сарыүйсін, Жалманбет, Жарықшақ бірге туған. Жарықшақтан Албан, Суан, Дулаттар тарайды. Бәйдібек батыр мен Домалақ ананың құрсағынан тараған Дулаттың 4 ұлы өз заманында ел билеп батыр болған деседі. Демек тамыры Бәйдібек бабадан тараған, Сиқым ата тегін адам болмаған. Бүгінде сол атадан тараған ұрпақ бір қауым ел атанып отыр. Бабаларымыз аңсаған егемендікті алғанымызға көпте уақыт болған жоқ. Бір 15 жылдың көлемі болды. Құдайға шүкіршілік айтуымыз керек. Қазіргі жағдайда көптеген тірліктер істеліп жатыр. Мынау әлеуметтік жағдайымыз көтеріліп жатыр. Экономикамыз жақсы болып, тұрақты болып жатыр деп айтсақ болады. Бұның барлығының басында елбасымыз осы ел болып көтеріліп, мынау
дүние жүзіндегі 50 ең мықты мемлекеттердің арасына қосыламыз ба деген ниетіміз бар, ол орындалады деп ойлаймын мен. Кеше ғана Кеңес одағының уақытысында өздеріңізге белгілі мұндай тірлік істемек түгілі кішкене ғана ата-бабаға арнап бір ескерткіш орнатсақ, болмаса ата-бабаның аруағына деп ас берсек, қуғынға ұшырайтын жағдай болып болатын өздеріңіз естеріңізде. Бүгінгі іс-шарамыздың тәрбиелік мәселесі, келешекке деген ынтымақтың мәселесі ары қарай жалғаса берсін, менің тілегім. Барлығымыздың жақсылықта бас қосып осында жүрген кісілердің барлығы, елдің барлығының отбасылары аман болып, үйлерінде құт береке берілсін деген ниет білдіріп, тілек білдірмекшімін. Ғалымдарымыздың жүргізген зерттеулеріне қарағанда, Сиқым бабаның есімі Қытай және Иран деректерінде кездескен. Бұл Сиқым атаның арғы заманда ғұмыр кешкенін аңғартса керек. Жалпы Сиқым баба жайында халық аузында айтылып жүрген аңыз әңгімелер мен тарих беттерінде жазылып қалған деректер оның өз заманында ел билеп, батыр болғанын аңғартса керек. Деректерге сүйенсек, мынау Жаныс, Ботпай, Шымыр, Ысты және де басқа қазақтың рулары бірге өмір сүрген екен. Олар осы Түркеш қағанатына үлкен үлес қосып, саяси сахнаға шыққан екен. Сондықтан біз қазіргі уақытта Сиқым бабаны және ар жағында Дулат бабаны, Жарышақ Байдыбек бабаларды арғы кезеңде өмір сүрді деп есептеп жатырмыз. Оны соңғы материалдар соны дәлелдейді. Бұрын бізде ондай мүмкіншілігі жоқ еді. Себебі біз Қытайдың деректеріне қолымыз жетпеген еді. Енді қазір мынау Иран деректерінде, Қытай деректерінде осындай жаңа мәлімет алып, біз қазір сондай әңгіме айтып жатырмыз. Сиқым баба қазақ жерінің тұтастығын, ел жұртының азаттығын қорғау үшін ақ найзасы мен қайқы қылышын қолынан тастамай басын бәйгеге тіккен тарихи тұлға. Демек, ол бір тайпаның немесе бір рулы елдің серкесі емес, күллі халқымыздың ортағұлы, мерейлі мақтанышы. Осындай ұйымшылдықпен, осындай бір жағадан бас шығарып, бір жегінен қол шығаратын заманда бір ұйымшылдықпен осы Сиқым бабаның кесенесі ашылып жатыр. Және осы барлық еліміздің адамдарына, барлық азаматтарына мен осы сияқты кесенелер тарихымызды көтеретін көп оқиғалар жиі болсын дейміз. Сонда біздің тарихымыз байқалады. Бүгін осы өзім Сиқым бабаның барлық шежіресін өз баспанамда басып шықтым. Сиқым бабаның әруағына арнап тұрғызылған Маша тасуындағы еңселі ескерткіш жалпы иісі қазақ баласына бірлік пен ынтымақтың символы іспетті. Түбінде тіршіліктің тағдыр ие, Тәңірдің құзырында бар дүние дейді. Қызылтыл қаратасты балқытады келгенде қылғобыздың зар күйінеді. Арылып ой тұманнан сана бұлттан, жазылады ескі жара жана ұртқан. Азаттық аясында қандай бақыт, емін еркін той жасап, ауа жұтқан дейді. Міне осындай ұлан ғайыр кең даламызды алып қалған, заңғар биік тауларымызды болашағына қалдырған, ұзын шексіз шетсіз далада ағып атқан өзендеріміз үшін, топырағымыз үшін, ұрпағымыз үшін қаншама қаптаған жаулардан алып қалған бабалардың бірі міне осы кісі. Сондықтан да бүгінгі ұрпақтары ескерткіш орнатып отқандарға біз алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз. Бұл қазақтың баласы тегінде нені көрмеген дейді. Неше бір жайсан данасы шешенде болып сөйлеген, көсемде болған оймен. Бірақ соның бәрі де ыдырап жатқан қазақтың қосалмады бастарын. Мен боламын дегендер ақтамады сенімді, көкірек қаққан хандарым лауазымға таласып быт-шыт қылды елімді деп Төле би бабамыз аралап өткен. Сондықтан ағайын, сол бабалардың өсиетін орындап, қазақтан шыққан даналарды анау екен, мынау екен демей, барлығының сөзін өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан балалардың көкейіне құю керек, үйрету керек, қазақ екенімізді білдіру керек. Біздің тамаша дәстүрімізді үлкенді сыйлап, кішіге өнеге болған ешбір елде жоқ қасиетті солардың бойына сіңіру керек. Дулат бабадан тараған төрт ұлдың әруағына арнап
Әрқайсысына жерге үлкен кесене тұрғызылды. Жаныс пен Ботбай бабаның кесенесі сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамда, ал Шымыр баба Ташкентте жатыр. Әулиелер тұрағы саналатын Сайрам өңірі Сиқым бабаның еңселі ескерткішімен толықты. Алыстан мен мұндалап тұрған мәрмір тастардан түзілген монумент биік рух пен киелі шаңырақтың қадір қасиетін паш етіп тұрғандай. Көне тарихи деректердің айтуынша, біздің заманның 25 жылдар шамасында Үйсін мемлекетінің ыдырауынан кейін Қытайдың көне жазбаларында, Архон-Енесей жазбаларында дулаттар шығады. Сол кезде оқ бұлын аталған, яғни 12 ел аталған тайпалар бірлестігінің тең жартысы, яғни 5 дулат деген атпан белгілі. Сол көне жазбаларда көрсетілген алғашқы бесеудің құрамындағы ысты, ал Түркөш хандығы тұсындағы 5 дулаттың бірі Түркөш деп аталыпты. 7 ғасырда Түркөш хандығы деп аталған үлкен мемлекет құрған түркөштердің сарүйсіндер екені белгілі. Сонда арғы мыңжылдықтың 700 жылғы таяу уақытында осы аталған тайпалар аралас-құралас жүрген. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл біздің сонау арғы түбіміздің терең бірлігін айғақтай түсетін деректер. Біз тегінен тегін бәріміз бір Бәйдібектің баласымыз деп жүрмегендіміздің дәлелі. Оның үстіне шежіре деректердегі Сиқым мен Ысты руларының ақ қойлы, қара қойлы болып бөлініп, бірде Сиқым, бірде Ыстыға телініп жүретін сондай көсеу таңбаның Сиқымда да, Ыстыда да кездесуі. Сонау бір замандағы тұтастықты аумалы төкпелі кезеңге сай ірге бөліскен тұстағы ауыз түйістің зұрнақ екенін көрсетсе керек. Тарих пен шежіренің бірін-бір толықтыратын, жанасатын тұстары осылай болып келеді. Дәуірлер ай, кебін кешкен құйынның. Тарихты ойлап, тас түйіндей түйілдім. Тәуелсіздік алған шақта бұл қазақ бабалардың рухына сыйындым. Бәйдібектің ұрпақтары аламан, қуат алған шежірелі даладан, көш бастаған албан, суан, дулаттар жарықшақтан шар тарапқа тараған. Олы Сиқым жарықшақтың тұңғыша, ордасынан тарап жатқан мың кісі, аттанарда Сиқымынан баталған, үш інісі, үш жолбарыс нұрлысы. Түп тарихты құтырмаяқ қойғанда, Рысбектей бақадүр бар қаймаңда, Шінет баба отырғанда ордада, бізден бақыт құт береке қайған ба? Қайран бабам, даласынды кемеңгер, айтқан сайын сырың жұмбақ тереңдер, сайындала піредіңіз өзіңіз, мәңгілікке ұлықтаған өрендер. Алла қолдап, тәуелсіз ел тойынды, елде болдық ашық айтып ойымда, машаттайын мөлдіреген арудың биігіне ескерткішің қойылды. Сол биіктен өзің болып қарадым, қуаныштан құс болып ұшып барамын, құт береке ұрпағыңнан кетпесін, тірегі сен, жүрегі сен даланың. Тарих өзінен жасалмайды, тарихты жасайтын адам, міне сондай тарихи тұлғалардың бірі осы дулат руынан тараған біздің Сиқым бабамыз. Сиқым баба дулаттың 4 ұлының ең үлкен ұлы. Мінекей біздің тәуелсіздіктің, егемендіктің ең үлкен белгісі қазір ұрпақтың өздеріне өздері өз тарихына, өз өміріне үңіліп, сондағы осы тараған ұрпақтың аты аталған, соның Сиқым бабаның атымен аталған ұрпақтардың бәрі жиналып, өздерінің сол атасына үлкен ескерткіш орнатып, біздің егемендігіміздің негізін соны орнықтыруға тағы да бір үлкен үлес қосып отыр. Сондықтан да мен сол Астанадан әдейі арнап осы бабамызға тағзым жасайын деп келіп отырмын. Сол үшін осы жердегі барлық осыны ұйымдастырған азаматтарға, жалпы біздің осы оңтүстіктегі өзіміздің елімізге, халыққа мен бас иіп алғыс айтқым келеді. Себебі біздің қазақтың ұлттық негізін, біздің ұлттық мұрамыздың негізін сақтап келген, әдет-ғұрыптың да негізін сақтап келген осы біздің оңтүстіктің жері, оңтүстіктің елі. Жалпы егер біз тарихқа үңілсек, қазақтың бүкіл тарихындағы осы өткен қазақ халқының осындай сол хандық кезінен бастап, осы қазақ халқы жаңадан халық болғаннан кезінен бастап осы негіз салып, осы ұлттың ұлт болып қалуына
өзінің үлесін қосқан азаматтардың барлығы да сол қазір аруақ болып өткендерінің бәрі де осы оңтүстік жерінде жатыр. Ол мына Түркістан, Сайрамды алатын болсақ, міне сондай бір белгі мына Сайрам ауданы мен Төле би ауданының осы қосылған жерінде мына керемет міне кесене ашылып отыр. Осы біздің бабаларға деген жасаған осы ұрпақтың тағзымы осы өзінің жалғасын тапсын деп айтқым келеді. Бұл барлық осы халық үшін жалпы ол тек қана біздің оңтүстік ел емес, жалпы қазақ халық үшін бұл өнеге болатын үлкен шаруа деп есептеймін. Сондықтан да біз тарихқа өңіліп, тарихқа тағзым етіп, тарихымызды жаңғыртпайынша біз елдің болашағы болуы мүмкін емес. Сондықтан да осы қағиданы сақтай отырып, біз осы ұрпаққа үлкен тәрбие, тәлім беруіміз керек. Міне осының белгісі деп есептеймін. Атам қазақ қай кезде де алдымен әруаққа сыйынған. Кешегі Сидней олимпиадасына шаршы алаңға шығып, бокстан қазақтың намысын қорғаған Ермахан бауырымыз да бабалар әруағы қолдап жеңіске жеттім дейді. Төрт бұрышты рингке шыққан кезде сізге туған туысқаныңыз, ағайыныңыз, немесе тренеріңіз ешкім көмек бере алмайды. Тек қана бір Аллаға, бір әруақтарды қолдай көр деп сыйынып шығасыз. Сондықтан ана естеріңізде болар, Сидней олимпиадасында ойнап шығып кейін болғаннан кейін, алтын медаль алғаннан кейін әруақ деп айтқаным бар. Сондықтан осы сыйқым бабамыздың әруағы қолдап алтын медальді алған жағдайым бар еді. Ертеңімізге мұра болып қалатын осындай игі бастамаға мұрындық болған жандарға зиялы қауым өкілдері мен қариялар жағы алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, жанұяларыңызда бақытты болыңыздар, жұмыстарыңызда табысты болыңыздар. Күні бойы айтылып жатқан жақсы тілектің барлығы Сайрамдағы сансыз бап Ибрагим ата Қарашаш ананың әруағы. Отырардағы 30 бап, баптардың бабы Арыстан бап бабамыздың әруағы. Түркістанда Түмен бап, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әруақтары, Бәйдібек бабамыздың әруағы, Домалағана, Қосана, Бесананың әруақтары қолдап, Сиқым бабамыздың әруақтары қолдап, әр қайсыңыздың ойлап жүрген көкейлеріңізге жетуге Алланың өзі қолдасын. Әр уақытта жақсылықта осындай тойда кездесейік. Аумин. Аллаху акбар. Жер жаннаты атанған Түлкібас ауданы мен сансыз баптар мекені орналасқан Сайрам ауданының шектескен жері, Маша тасуына орналасқан Сиқым баба ескерткішінің салтанатты ашылуында бабалар әруағына арнап Құран бағышталып, құрбандық шалынып, ауыл азаматтарына арнап ашық аспан астына дастархан жайылып, ас берілді. Сиқым баба ескерткішінің ашылу рәсіміне алыс жақыннан келген ағайындарға Шымкенттің орталығындағы Арман дәмханасында үлкен ас берілді. Асқа жиналған ел ағалары өзгелерге үлгі болар бастаманы көтеріп, Сиқым бабаның әруағын ұлықтап, еңселі ескерткіш тұрғызуға үлесін қосқан бүгінгі ұрпаққа алғысын білдірді. Қариялар жағы ұрпақтар сабақтастық ретінде жастарға өнеге болып қалатын даналы сөздер айтып, Сиқым баба жайлы естіген естеліктерден жұртты құлағдар етті. Асқа көршілес Жамбыл облысынан келген қария сан жылдар бойы аттың жалы түйенің қомында жүріп, білектің күші найзаның ұшымен қоса, ақыл парасатымен, асты кеңге үсті малға толы кең байтақ, ұлан ғайыр жерімізді қорғап қалған деп мақтан ететін бабаларымыз жайлы тың деректер келтірді. Ол сөз барысында Дулат бабаның сүйегі көршілес Өзбекстан Республикасының аумағында жатыр дегенді сол қоңсы елдегі көнегөз қариялардың аузынан естігенін жеткізді. Бұл дерек бойынша Сиқым бабаның атынан құрылған қор басшылары Өзбекстан Республикасына барып, арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізуге бәтуәласып тарқасты.
Қазыналы қарт Қаратаудың күнгейі мен теріскейі ықылым замандардан сыр шертетін тарихи орындарға бай өлке. Оның әр қойнау қатпарлары әңгіме аңызға толы. Тіпті кез келген жоталары мен шатқалшыңдары халқымыздың өткен тарихын қозғап, түрлі уақиғалардан сыр шертеді. Қалтағұлақ шежіре қариялар ғасырлар қойнауында қалған тарихи оқиғаларды ұрпақтан ұрпаққа ауыз екі әңгіме түрінде жеткізіп келеді. Солардың көпшілігі қазіргі кезде ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, аңыздан ақиқатқа айналуда. Сол аңыз әңгімелердің бірінде және Диханбай батырдың республикалық мұрағаттар мұражайында сақталған қазақ батырлары шежіресінде адам атадан бастап 54 үрім бұтақты келтіріп Әбілхайырға дейін әкеледі. Ал адам ата мен Әбілхайырға дейінгі аралықтағы бабалар есімін бәлкім ғалымдарымыз түгелдей түзете жатар. Қалай болғанда да қазақ тарихын бір қалыпқа келтіріп, өткен тарихымызды екшеп қарай бастаған қазіргі кезде ұлтымыздан шыққан тұлғалардың алатын орнын таразылай білген жөн. Бұл тек тарих үшін емес, болашақ үшін де керек. Жүздеген жылдар бойы елімізді, жерімізді қорғаған батырларымызға, билеріміз бен шешендерімізге, басқа да ұлтымыздың ұлы тұлғаларына кесене тұрғызып дәріптеу баршамыздың абыройлы ортақ парызымыз. Атамыз қазақ өлі разы болмай тірі байымайды деген. Бұл өткеніңе құрметпен қарамасаң, болашағың қараң қалады дегені болар. Сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамдағы Маша тасуына, қарға тамырлы қазақтың бір ұрпағы Сиқым бабаның еңселі ескерткішінің тұрғызылуы, аңыздың ақиқатқа айналуы болса керек. Әулиелер тұрақ атанған Сайрамдағы ескерткішке қапталдай шаншыла орналасқан 4 діңгек шаңырақты берік ұстап тұр. Бұны бүгінгі ұрпақ бірлік пен татулықтың символы санайды. Найзаның ұшымен, білектің күшімен, ата-баба жерін көздің қарашығындай қорғап, ат үстінен түспеген. Тірлік пен ерліктің арқасында азаттық арайды таңына аттырды. Әлем картасында Қазақстан атты мемлекеттің пайда болып, көк байрағымыздың желбіреуі, өркен ниетті таңдап алып, демократияға нық қадам басуымыз, бәсекеге барынша қабілетті елдермен иық тіресуіміз, ұмтылуымыз, мұның бәрі шын мәнінде егемендіктің жемісі. Елбасының көрегенді саясат арқасында өркениеттің озық үлгілерін бойға сіңіріп, әлемдік қауымдастықтағы бет-бедеріміз айқындалып келеді. Қазақ тарихының оның ақтаңдақ беттері ұлттық мүдде тұрғысынан зерттеудің соңғы жылдары батыл қолға алғаны белгілі. Мәдени бұра бағдарламасын іске асыруды жалғастыра беру, сөйтіп өткенді пайымдау арқылы қазіргі заман мәдениетін жан-жақты дамыту қажет дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ жұрты қай кезеңде де елдік пен бірліктің мызғымас ұстыны болған ел. Ел қамын ойлаған азаматтарын ардақтаған халық. Солардың бірі шежірелі қазақ халқының даңқты перзенті Сиқым Дулатұлы. Ұлы бабамыздың тарих пен қазақтың шежіресінде өзіндік орны бар. Біз жинаған дәйек пен деректер осыны айқындайды және дәлелдейді. Ғалымдарымыздың жүргізген зерттеулеріне қарағанда, Сиқым бабаның есімі Қытай және Парсы деректерінде кездескен. Біздің дәуіріміздің бірінші ғасырында Қытай саяхатшыларының жазып қалдырған деректерінде Дулат елі Жетісу өлкесінде көшіп қонып жүрген делінеді. Қытайдың атақты саяхатшысы Чжан Цян сол кездегі Даван, яғни Ферғана мемлекетіне келген деуге негіз бар. Ерте заманда көршілес Кангуй, яғни Қаңлы мемлекетінің территориясы арқылы талас алқабындағы қалаларға баратын сүрлеу жол болған. Оны жергілікті халық әлі күнге дейін қысқа жол, немесе төте жол деп атайды. Ол сол кездегі көне Чаш қаласы, яғни қазіргі Ташкенттен басталып, Талас Алатауының бойымен жүріп отырып, Қаратау сілемдерінің бастаулар тұсынан өтіп, Беласу арқылы Қытай асып отырған көрінеді. Көне тарихи деректердің айтуынша, біздің заманның 25 жылдар шамасында Үйсін мемлекетінің ыдырауынан кейін Қытайдың көне жазбаларында, Архон-Енесей жазбаларында дулаттар шығады. Сол кезде Оқ-Бұлын аталған, яғни 12 ел аталған тайпалар бірлестігінің тең жартысы, яғни 5 дулат деген атпан белгілі. Сол көне жазбаларда көрсетілген алғашқы бесеудің құрамындағы істі
Ал Түркөш хандығы тұсындағы 5 дулаттың бірі Түркөш деп аталыпты. 7 ғасырда Түркөш хандығы деп аталатын үлкен мемлекет құрған түркөштердің сарүйсіндер екені белгілі. Сонда арғы мыңжылдықтың 700 жылғы таяу уақытында осы аталған тайпалар аралас құралас жүрген. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл біздің сонау арғы түбіміздің терең бірлігін айғақтай түсетін деректер. Біз тегіннен тегін бәріміз бір Бәйдібектің баласымыз деп жүрмегендігіміздің дәлелі. Оның үстіне шежіре деректердегі сыйқым мен ысты руларының ақ қойлы, қара қойлы болып бөлініп, бірде сыйқым, бірде ыстыға телініп жүретін сондай көсеу таңбаның сыйқымда да, ыстыда да кездесуі. Сонау бір замандағы тұтастықты аумалы төкпелі кезеңге сай ірге бөліскен тұстағы ауыз түйістің жұрнағы екенін көрсетсе керек. Тарих пен шежіренің бірін-бір толықтыратын, жанасатын тұстары осылай болып келеді. Қазақ шежіресінде Қазыналы Қаратаудың бауырын мекен еткен Бәйдібек батыр есімі де нақты айтылады. Оның батырлығы мен ел билеген көрегендігі де өз алдына үлкен әңгімеге арқау бола алады. Бәйдібектен Сарүйсін, Шалманбет, Жарықшақ бірге туған. Жарықшақтан Албан, Суан дулат тарайды. Бәйдібек батырдағын тараған дулаттың 4 ұлы өз заманында ел билеп батыр болған деседі. Дегенмен Сиқым атаның қай заманда ғұмыр кешкенінен ел байқабар. Анығы арғатасы Бәйдібек батырдан тараған Сиқым атаның тегін адам болмаған. Осылайша Бәйдібек баба мен Домалақ анадан тараған ұрпақ бүгінде бір қауым ел атанып отыр. Бабаларымыз аңсаған егемендікті алғанымызға көпте уақыт болған жоқ. Бір 15 жылдың көлемі болды. Құдайға шүкіршілік айтуымыз керек. Қазіргі жағдайда көптеген тірліктер істеліп жатыр. Мынау әлеуметтік жағдайымыз көтеріліп жатыр. Экономикамыз жақсы болып, тұрақты болып жатыр деп айтсақ болады. Бұның барлығының басында елбасымыз осы ел болып көтеріліп, мынау дүние жүзіндегі 50 ең мықты мемлекеттердің арасына қосыламыз ба деген ниетіміз бар, ол орындалады деп ойлаймын мен. Кеше ғана Кеңес одағының уақытысында өздеріңізге белгілі мұндай тірлік істемек түгілі кішкене ғана ата-бабаға арнап бір ескерткіш орнатсақ, болмаса ата-бабаның аруағына деп ас берсек, қуғынға ұшырайтын жағдай болатын өздеріңіз естеріңізде. Бүгінгі іс-шарамыздың тәрбиелік мәселесі, келешекке деген ынтымақтың мәселесі ары қарай жалғаса берсін, менің тілегім. Барлығымыздың жақсылықта бас қосып осында жүрген кісілердің барлығы, елдің барлығының отбасылары аман болып, үйлерінде құт береке берілсін деген ниет білдіріп, тілек білдірмекшімін. Ал әлгі халық аузында жүрген аңыз әңгімелерді ары қарай тарқатып айтсақ, Дулат бабамызбен оның 4 ұлы Сиқым, Жаныс, Ботбай, Шымыр туралы да қызықты деректер келтіруге болады. Ботбай мен Шымыр егіз туған деседі. Жарық дүниеге Шымыр бабаның алақаны ашық, ал Ботбай бабаның жұдырығы түйулі келіпті деседі. Бұны жеңгелерінен естіген Дулат баба Алланың нышаны деп жорып, Шымыр бай, Ботбай батыр боладау деп өзінше ырым жасаған екен. Кейін Дулат баба балалары өскенде кезегімен өзінің ұлан байтақ ұласын аралауға жіберіп, қайтып оралғанда көрген білгендерін, көкейлеріне түйгендерін сырттата сұрай отырып, әрқайсысының болашақ үрім бұтақтарына қатысты әртүрлі болжамдар айтқан деседі. Сиқым бабаға халқының мұң-мұқтажына, дау-дамайына, өкпе ренішіне көбірек үйірі болып, соларды биліктен гөрі өкпе ренішіңді айтып барып шешетін боларсың ау деген көрінеді. Ал Жаныс бабамызға түбінде жаны жайсаң, жұрты жанына үйірер шешенде көсем болар. Ботбай батырлыққа ұмтылғаның дұрыс. Шымырға байлыққа үйір боласың ау деген деседі. Дулат бабаның дуалы сөзі мен көреген болжамдары ақиқатқа айналып, 4 баласының ұрпақтарынан небір батырлар мен билер, шешендер көп шыққаны бесенеден белгілі. Түбінде тіршіліктің тағдыр е, Тәңірдің құзырында бар дүние дейді.
Қызылтыл қаратасты балықтады келгенде қылғобыздың зар күйінеді. Арылып ой тұманнан сана бұлттан, жазылады ескі жара жана ауыртқан. Азаттық аясында қандай бақыт, емін еркін той жасап, ауа жұтқан дейді. Міне осындай ұлан қайыр кең даламызды алып қалған, заңғар биік тауларымызды болашағына қалдырған, ұзын шексіз шетсіз далада ағып атқан өзендеріміз үшін, топырағымыз үшін, ұрпағымыз үшін қаншама қаптаған жаулардан алып қалған бабалардың бірі міне осы кісі. Сондықтан да бүгінгі ұрпақтары ескерткіш орнатып отқандарға біз алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз. Бұл қазақтың баласы тегінде нені көрмеген дейді, неше бір жайсан данасы шешенде болып сөйлеген, көсемде болған оймен. Бірақ соның бәрі де ыдырап жатқан қазақтың қосалмады бастарын. Мен боламын дегендер ақтамады сенімді, көкірек қаққан хандарым лауазымға таласып быт-шыт қылды елімді деп Төле би бабамыз аралап өткен. Сондықтан ағайын, сол бабалардың өсиетін орындап, қазақтан шыққан даналарды ана екен, мына екен демей, барлығының сөзін өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан балалардың көкейіне құю керек, үйрету керек, қазақ екенімізді білдіру керек. Біздің тамаша дәстүрімізді үлкенді сыйлап, кішіге өнеге болған ешбір елде жоқ қасиетті солардың бойына сіңіру керек. Бүгінде Жаныс пен Ботбай бабаның кесенесі сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамда, ал Шымыр баба Ташкентте жатыр. Жаныс өз заманында ел билеп батыр болған деседі. Халық аузында жүрген аңыз әңгімелерге қарағанда Жаныс баба аң атасы арыстанды да қолға үйреткен көрінеді. Қазір бабаның басына тұрғызылған кесененің алдында қос арыстанның бейнесі қойылыпты. Осыдан біраз бұрын Ташкенттегі әулие орындардың бірі саналатын Шымыр ата мешіті жанындағы бабаның басына үлкен жаңа кесене тұрғызылды. Бұрынғысы ескіріп, ұсқынсыз көрінетін. Тәуетуге түкпір-түкпірден келетін елдің алдында бұл жағдай ұлтымызға сын секілдеді. Енді еңсе көтерілгендей болды. Мұсылмандардың дені әулие саналатындықтан жұма намазды осында келіп оқуға тырысады. Мұнда келіп оқыған намаздың сауабы көп дейді. Мешіттің іргетасы қай заманда қаланғанынан ел бейхабар. Анығы Шымыр атаның Жетісудан Аралға дейінгі аралықты билегені, көршілерімен тату тұрған. Шымыр атаның Ташкентте жерленгенін бүгінгі ұрпақ символ көретіндей. Тарих өзінен жасалмайды, тарихты жасайтын адам, міне сондай тарихи тұлғалардың бірі осы дулат руынан тараған біздің Сиқым бабамыз. Сиқым баба дулаттың 4 ұлының ең үлкен ұлы. Мінекей біздің тәуелсіздіктің, егемендіктің ең үлкен белгісі қазір ұрпақтың өздеріне өздері өз тарихына, өз өміріне үңіліп, сондағы осы тараған ұрпақтың аты аталған, соның Сиқым бабаның атымен аталған ұрпақтардың бәрі жиналып, өздерінің сол атасына үлкен ескерткіш орнатып, біздің егемендігіміздің негізін соны орнықтыруға тағы да бір үлкен үлес қосып отыр. Сондықтан да мен сол Астанадан әдейі арнап осы бабамызға тағзым жасайын деп келіп отырмын. Сол үшін осы жердегі барлық осыны ұйымдастырған азаматтарға, жалпы біздің осы оңтүстіктегі өзіміздің елімізге, халыққа мен бас иіп алғыс айтқым келеді. Себебі біздің қазақтың ұлттық негізін, біздің ұлттық мұрамыздың негізін сақтап келген, әдет-ғұрыптың да негізін сақтап келген осы біздің оңтүстіктің жері, оңтүстіктің елі. Жалпы егер біз тарихқа үңілсек, қазақтың бүкіл тарихындағы осы өткен қазақ халқының осындай сол хандық кезінен бастап, осы қазақ халқы жаңадан халық болғаннан кезінен бастап осы негіз салып, осы ұлттың ұлт болып қалуына өзінің үлесін қосқан азаматтардың барлығы да сол қазір аруақ болып өткендерінің бәрі де осы оңтүстік жерінде жатыр. Ол мына Түркістан, Сайрамды алатын болсақ, міне сондай бір белгі, мына Сайрам ауданы мен Төле би ауданының осы қосылған жерінде мына керемет кесене ашылып отыр. Осы біздің бабаларға деген жасаған осы ұрпақтың тағзымы осы өзінің жалғасын тапсын деп айтқым келеді. Бұл барлық осы халық үшін, жалпы ол тек қана біздің оңтүстік ел емес, жалпы қазақ халқы үшін бұл өнеге болатын үлкен шаруа деп есептеймін. Сондықтан да біз тарихқа үңіліп, тарихқа тағзым етіп, тарихымызды жаңғыртпайынша біз елдің болашағы болуы мүмкін емес. Сондықтан да осы қағиданы сақтай отырып, біз осы ұрпаққа үлкен тәрбие, тәлім беруіміз керек. Міне осының белгісі деп есептеймін.
Жалпы дулаттан тараған 4 ұл жайында халық аузында жүрген аңыз әңгімелер көп. Бірде кең байтақ жерімізді жаудан қорғау мақсатында Еділ бойындағы қырғын соғысқа Ботбай бабамыз қатысады. Бірнеше күнге созылған шайқаста Алаш шарбаздарының мерейі үстем болып, жауын қирата жеңіпті. Ботбай ат үстінде тұрып, кез келген жан адырнасын көсіле, еркін тарта алмайтын садағын шіреніп тартқанда, астындағы арғымақ шыдай алмай, алдыңғы аяғы бүгіліп, тізерлеп қалады екен. Осындай халық аузында жүрген аңыз оқиғалардан хабары мол күллі қазақтың төбе биі Әлібекұлы Төле би бірде жанындағы жігіттерге қарап, Бәйдібек бабадан тараған Дулат атаның 4 ұлына мынандай теңеулер кетілген екен. Асыл тусаң керей бол, 3 қазаққа мерей бол, уақ болсаң шоға бол, даулы іске жорға бол, арғын қыпшақ болсаң Алтай бол, Найман Қоңырат болсаң Матай бол, Байұлы болсаң Адай бол, Үйсін болсаң Ботбай бол, бұл алтауы болмасаң қалай болсаң солай бол деген жыр жолдарымен өзінің тұжырымын білдірген екен деседі. Бізге жеткен осындай аңыз әңгімелерге мән беріп, әр сөздің теңерең астарынан өлсек, шындыққа жақын көп нәрселерді зерделеуге болады. Директорге сүйенсек, мынау Жаныс, Ботбай, Шымыр, Ысты және де басқа қазақтың рулары бірге өмір сүрген екен. Олар осы Түркеш қағанатына үлкен үлес қосып, саяси сахнаға шыққан екен. Сондықтан біз қазіргі уақытта Сиқым бабаны және ар жағындағы Дулат бабаны, Жарышақ Бәйдібек бабаларды арғы кезеңде өмір сүрді деп есептеп жатырмыз. Оны соңғы материалдар соны дәлелдейді. Бұрын бізде ондай мүмкіншілігі жоқ еді. Себебі біз Қытайдың деректеріне қолымыз жетпеген еді. Енді қазір мынау Иран деректерінде, Қытай деректерінде осындай жаңа мәлімет алып, біз қазір сондай әңгіме айтып жатырмыз. Жалпы Сиқым баба жайында халық аузында тарих беттерінде жазылып, айтылып жүрген аңыз әңгімелер мен деректер оның өз заманында ел билеп, батыр болғанын аңғартса керек. Сиқым баба қазақ жерінің тұтастығын, ел жұртының азаттығын қорғау үшін ақ найзасымен, қайқы қылышын қолынан тастамай, басын бәйгеге тіккен тарихи тұлға. Демек ол бір тайпаның, немесе бір рулы елдің сергесі емес, күллі халқымыздың ортақ ұлы, мерейлі мақтанышы болды. Сиқым бабаның әруағына арнап тұрғызылған Машат асуындағы еңселі ескерткіш жалпы исі қазақ баласына бірлік пен ынтымақтың символы іспетті. Осындай ұйымшылдықпен, осындай бір жағадан бас шығарып, бір жегінен қол шығаратын заманда бір ұйымшылдықпен осы Сиқым бабаның кесенесі ашылып жатыр. Және осы барлық еліміздің адамдарына, барлық азаматтарына мен осы сияқты кесенелер тарихымызды көтеретін көп оқиғалар жиі болсын дейміз. Сонда біздің тарихымыз байқалады. Мынау бүгін осы өзім Сиқым бабаның барлық шежіресін өз баспанамда басып шықтым. Атам қазақ қай кезде де алдымен әруаққа сыйынады. Кешегі Сидней олимпиадасында шаршаланға шығып, бокстан қазақтың намысын жыртқан Ермахан бауырымыз да бабалар әруағы қолдап жеңіске жеткен едім дейді. 4 бұрышты рингке шыққан кезде сізге туған туысқаныңыз, ағайыныңыз, немесе тренеріңіз ешкім көмек бере алмайды. Тек қана бір Аллаға, бір әруақтарды қолдай көр деп сыйынып шығасыз. Сондықтан ана естеріңізде болар, Сидней олимпиадасында ойнап шығып кейін болғаннан кейін, алтын медаль алғаннан кейін әруақ деп айтқаным бар. Сондықтан осы Сиқым бабамыздың әруағы қолдап алтын медальді алған жағдайым бар еді. Ертеңімізге мұра болып қалатын осында игі бастамаға мұрындық болған жандарға зиялы қауым өкілдері мен қариялар жағы алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Жоғарыда атап өткеніміздей, бәріміз бірге туып, түптің түбінде бір атадан тарап отырып, білгенімізді көкейге түйіп, ынтымақтығымызды арттырып, дүние жүзіне мәлім болған егеменді мемлекетіміздің мәртебесін өсіруге әрқайсымыз үлес қосуымыз керек сияқты.
Қазыналы қарт Қаратаудың күнгейі мен теріскейі ықылым замандардан сыр шертетін тарихи орындарға бай өлке. Оның әр қойнау қатпарлары аңыз әңгімеге толы. Тіпті кез келген жоталары мен шатқалшыңдары халқымыздың өткен тарихын қозғап, түрлі уақиғалардан сыр шертеді. Солардың көпшілігі қазіргі кезде ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, аңыздан ақиқатқа айналуда. Қалай болғанда да қазақ тарихын бір қалыпқа келтіріп, өткен тарихымызды екшеп қарай бастаған қазіргі кезде ұлтымыздан шыққан тұлғалардың алатын орнын таразылай білген жөн. Бұл тек тарих үшін емес, болашақ үшін де керек. Жүздеген жылдар бойы елімізді, жерімізді қорғаған батырларымызға, билеріміз бен шешендерімізге, басқа да ұлтымыздың ұлы тұлғаларына кесене тұрғызып дәріптеу баршамыздың абыройлы ортақ парызымыз. Атамыз қазақ өлі разы болмай тірі баймайды деген. Бұл өткеніңе құрметпен қарамасаң, болашағың қараң қалады дегені болар. Құймағұлақ шежіре қариялар ғасырлар қойнауында қалған тарихи оқиғаларды ұрпақтан ұрпаққа ауыз екі әңгіме түрінде жеткізіп келеді. Сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамдағы Маша тасуына, қарға тамырлы қазақтың бір ұрпағы Сиқым бабаның еңселі ескерткішінің тұрғызылуы аңыздың ақиқатпен қауышуы десек қателеспеспіз. Осыдан 2 жыл бұрын Сиқым бабадан тараған ұрпақ бас қосып, ұлы бабаға ескерткіш орнатуды қолға алған еді. Дегенмен Сиқым бабаның қай жерге жерленгені және қай заманда өмір сүргендігі жөнінде кесіп айтар нақты дерек жоқ. Ел ағалары қарияларымен ақылдаса келе, әулиелер тұрақ атанған Сайрам мен Түлкібас аудандарының шектескен жері күре жолдың бойындағы Маша тасуына ескерткіш орнатуды дұрыс деп шешкен болатын. Мұнысы үлкен жолдың бойынан арлы-берлі өтіп жатқан жолаушымен тәу өтуге түкпір-түкпірден келетін бабаның ұрпағы жолай соғып, тағзым етсін деген мақсаттан туындаған еді. Ескерткіштің ашылу салтанатына Арысы, Астана мен Алматы, көрші облыстардан, жалпы есі қазақ баласы жиылып, Сиқым бабаның әруағына тағзым жасады. Асудағы қапталда шаншыла орналасқан 4 діңгек шаңырақты берік ұстап тұр. Бұны бүгінгі ұрпақ бірлік пен татулықтың символы санайды. Найзаның ұшымен, білектің күшімен, ата-баба жерін көздің қарашығындай қорғап, ат үстінен түспеген. Тірлік пен ерліктің арқасында азаттық арайды таңына аттырды. Әлем картасында Қазақстан атты мемлекеттің пайда болып, көк байрағымыздың желбіреуі, өркен ниетті таңдап алып, демократияға нық қадам басуымыз, бәсекеге барынша қабілетті елдермен иық тіресуіміз, ұмтылуымыз, мұның бәрі шын мәнінде егемендіктің жемісі. Елбасының көрегенді саясат арқасында өркениеттің озық үлгілерін бойға сіңіріп, әлемдік қауымдастықтағы бет-бедеріміз айқындалып келеді. Қазақ тарихының оның ақтаңдақ беттері ұлттық міндет тұрғысынан зерттеудің соңғы жылдары батыл қолға алғаны белгілі. Мәдени бұра бағдарламасын іске асыруды жалғастыра беру, сөйтіп өткенді пайымдау арқылы қазіргі заман мәдениетін жан-жақты дамыту қажет дейді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақ жұрты қай кезеңде де елдік пен бірліктің мызғымас ұстыны болған ел. Ел қамын ойлаған азаматтарын ардақтаған халық. Солардың бірі шежірелі қазақ халқының даңқты перзенті Сиқым Дулатұлы. Ұлы бабамыздың тарих пен қазақтың шежіресінде өзіндік орны бар. Біз жинаған дәйек пен деректер осыны айқындайды және дәлелдейді.
атақты Сейхун бабамызды атын мәңгі сақтауды біз мұрат еттік. Осы мақсатты іске асыру үшін соңғы 2 жылда көп іс-шаралар жасалды. Көрікті де көрнекті архитектуралық ансамбль масат асуына бой көтерді. Сейхун бабаға арналған бұл ескерткіш тырнақтап жинап жазылған шежіре қазақ халқының тарихына қосқан үлесіміз. Бұл көп ғасырлыққа жарайтын арттағы ұрпақтарға арналған іс ел арқасында бітті. Дегенмен айта кетсек, қаржы мәселесінде сүбелегейлі үлес қосқан азаматтарымыз Асқар Құлыбаев, Қайрат Сапарбаев, Қалық Абдуллаев, Қонысбек Оралбек Ботбаевтар, Әлжан Шамаев, Мұрат Ізбасаров, Төлеметов Қуанышбек ұлдары Талғат Қанат және тағы басқалары. Ізгілікті іс бітуіне ағайындарды ат салысты. Олар Мүсілім Дайрыбеков, Анарбек Орманов. Сейхун бабаға арналған архитектуралық ансамбльдің жобасын дайындаған Жанболат Төлтаев. Ал негізгі құрылысты салған Қайрат Сапарбаев. Және қаржы жұмыстарын Әбжаппар Оңалбаев басшылық етті. Бітуіне қолғабыс еткен Сламхан Даулыбаев. Сейхун шежіресін жазушы Әбдіқадыр Дәуітбеков дайындады. Қазақта мен істеді дегенше, ер істеді десейші. Ер істеді дегенше, ел істейді десейші деген жақсы сөз бар. Ел мерейін өсіретін, мерейлі істер бір кәдеге жарап жатса, біз үшін одан асқан абырой бақыт жоқ. Ендеше бәрімізді қасиетті Сейхун баба рухы қолдап қорғасын. Қазақ жерін мекендеп, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып отырған сан алуан халықтардың береке бірлігі бұдан әрде нығая берсін. Елімізді осы құт берекеден айырмасын Құдайым. Ағарда төбесінде желбіреген тәуелсіздік туы әуелеп шалқи берсін. Баршаңызға сәулетті де, сапалы да, саналы ғұмыр тілеймін. Құрметті қонақтар мен ағайындар. Құрметті жиналған көпшілік. Мұна бүгін біз бір үлкен инабатты іс-шараның куәсі болып тұрмыз. Бұл іс-шара бізді адамгершілікке, ынтымаққа, имангершілікке шақыратын іс-шара деп ойлаймын мен. Ал енді мен осы бүгінгі мынау жасалынып жатқан тірліктің егелеріне, ағайындарға, бауырларға ниеттеріңіз қабыл болсын демекшімін. Осындағы жиынға көптеген парламенттің депутаттары келу керек еді. Олар бірақ бір жұмыс бабына байланысты, қызмет бабына байланысты келмей қалды. Сондықтан солардың аттарынан да мен сіздерге бүгінгі мынау істеп жатқан жақсылықтарыңыз құтты болсын деп, осы Құдай қабыл қылсын деп тілеймін. Ал енді қадірлі ағайын, бабаларымыз аңсаған егемендікті алғанымызға көпте уақыт болған жоқ. Бір 15 жылдың көлемі болды. Құдайға шүкіршілік айтуымыз керек. Қазіргі жағдайда көптеген тірліктер істеліп жатыр. Мынау әлеуметтік жағдайымыз көтеріліп жатыр. Экономикамыз жақсы болып, тұрақты болып жатыр деп айтсақ болады. Бұның барлығының басында елбасымыз осы ел болып көтеріліп, мынау дүние жүзіндегі 50 ең мықты мемлекеттердің арасына қосыламыз ба деген ниетіміз бар, ол орындалады деп ойлаймын мен. Кеше ғана Кеңес одағының уақытысында өздеріңізге белгілі мұндай тірлік істемек түгілі кішкене ғана ата-бабаға арнап бір ескерткіш орнатсақ, болмаса ата-бабаның аруағына деп ас берсек, қуғынға ұшырайтын жағдай болып болатын өздеріңіз естеріңізде. Мен бірақ бір мысал келтірейін. Осы ел ағасы Әділ Сасбұғаев деген кісі өзінің әкесіне кішкене ғана бір белгі орнатамын деп қызметтен айырылып, қуғынға ұшырап, сондай жағдай болғанын өздеріңіз білесіздер.
Ал енді мен айтар едім, Құдайға шүкіршілік, міне қазір ойымызда келген жағдайды істеп жатырмыз. Ата-бабаларға арнап осындай үлкен ескерткіштер орнатып жатырмыз. Ата-бабаға арнап ас беріп, басқа да жағдайлар жасап жатырмыз. Бұның өзіне шүкіршілік деп ойлаймын мен. Ал енді Құдай осы тілектерімізді қос көрсін. Әр уақытта біз сіздерменен жақсылықты бас қосайық айналайын ағайын. Осы мынау бүгінгі іс-шарамыздың тәрбиелік мәселесі, келешекке деген ынтымақтың мәселесі ары қарай жалғаса берсін менің тілегім. Барлығымыздың жақсылықты бас қосып осында жүрген кісілердің барлығы, елдің барлығының отбасылары аман болып, үйлерінде құт береке берілсін деген ниет білдіріп, тілек білдірмекшімін. Құрметті ағайын, енді бұл мұндай жағдайға келгеннен кейін ағайындардың басы қосылады, жиналады. Мынау орамал том болмайды, жол болады дейді қазақ. Біздің осында бір топ жігіттер, мына Молдекең Ильясов, Досболов Әбекең деген кісілер басқарып, дәлде де басқа көптеген осындағы ағайындар мына бүгінгі іс-шараға көрімдік ретінде мына машина сыйлап жатыр. Осыны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Амандықта, жақсылықта бас қосып тұрайық ағайын. Рахмет. Қазақ шежіресінде Қазыналы Қаратаудың бауырын мекен еткен Бәйдібек батыр есімі нақты айтылады. Бәйдібектен Сарыүйсін, Жалманбет, Жарықшақ бірге туған. Жарықшақтан Албан, Суан, Дулаттар тарайды. Бәйдібек батыр мен Домалақ ананың құрсағынан тараған Дулаттың 4 ұлы өз заманында ел билеп батыр болған деседі. Демек тамыры Бәйдібек бабадан тараған, Сиқым ата тегін адам болмаған. Бүгінде сол атадан тараған ұрпақ бір қауым ел атанып отыр. Ұлы тұлғалардың рухтары қайта жаңғырып, ортамызға оралып жатыр. Бірі тарихи роман, хикаяттардың қаһарман кейіпкер ретінде оралса, бірі тарихи монографиялардың тақырыбын айналып, оқырманның қолында жүр. Ал енді ұлтымыздың айрықша мақтанышы есептелетін жалпақ жұртына даңқын асырған аса ірі тұлғалар Қазақ сахарасының төсінде ескерткіш боп жарыса бой көтерісті. Сөйтіп бүгінгі еңсесі биік ұрпақтарын өткен тарихына үңілтіп, өткенін білгенін қадірлеуге үйрете бастады. Біздің халқымыз бұған дейін Бәйдібек бабамызға, Сұлтан Бейбарысқа, Мұхаммед Хайдар Дулатиға, Абылай ханға, Кенесарыға, Қарасай, Жалаңтөс, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек, Өтеген, Сәмен, Рысбек, Қойгелді, Қапал, Ақпан, Ағынтай, Қарасай, Бауыржан, Махамбет, Сыпатай батырларға ескерткіш орнатқан еді. Төле би, Қаздауысты, Қазыбек, Әйтеке би секілді әйгілі ел иелері би шешендерге де қойылған ескерткіштердің ашылу қуанышында бөліскенбіз. Сонымен қатар соңғы жылдары артында өскелең ұрпақ қалдырған сонау ықылым замандардан бері аты өшпей елдің ортақ есіміне айналған ұлы бабаларымызға да кесене тұрғызып ескерткіш салына бастады. Бұрындары біздің оңтүстік өңірде Қожа Ахмет Ясауи, Арыстан баб, Қорқыт ата, Төле би секілді бірен-саран бабаларымыздың кесенелеріне ескерткіштері ғана тұрушы еді. Енді тәуелсіздік алып еліміз өз тізгініміз өз қолымызға тигеннен бері Қаңлы баба, Шымыр баба, Жаныс баба, Жабай ата, Қара бура әулие секілді ұлы есімдердің рухын асқақтататын кесенелер, ескерткіштер салынды. Міне сондай үлкен оқиғаның Сиқым баба кесенесінің ашылу құрметіне тағы да жиналып отырмыз. Бұл кесененің бой көтеруінің маңызы тек ұлы баба рухын лықтаумен шектеледі деп ойламаңыздар. Бұл арыс елдің арғатасына қойылған ескерткіш қана емес, бір дәуірдегі тарихымызға да қойылған ескерткіш деп білемін. Осы кесене ескерткішті салу арқылы біз өзіміздің тарихи жадымызды жаңғыртып, ұлттық санамызды оятамыз, тарихымызды тірілтеміз.
бір ғана мысал келтіре кетейік. Көне тарихи деректердің айтуынша, біздің заманның 25 жылдар шамасында Үйсін мемлекетінің ыдырауынан кейін Қытайдың көне жазбаларында, Орхон-Енисей жазбаларында дулаттар шығады. Сол кезде оқ бұлын аталған, яғни 12 ел аталған тайпалар бірлестігінің тең жартысы, яғни 5 дулат деген атпан белгілі. Сол көне жазбаларда көрсетілген алғашқы бесеудің құрамындағы ысты, ал Түркөш хандығы тұсындағы 5 дулаттың бірі Түркөш деп аталыпты. 7 ғасырда Түркөш хандығы деп аталатын үлкен мемлекет құрған Түркөштердің Сарүйсіндер екені белгілі. Сонда арғы мыңжылдықтың 700 жылғы таяу уақытында осы аталған тайпалар аралас құралас жүрген. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл біздің сонау арғы түбіміздің терең бірлігін айғақтай түсетін деректер. Біз тегінен тегін бәріміз бір Бәйдібектің баласымыз деп жүрмегендіміздің дәлелі. Оның үстіне шежіре деректердегі сыйқым мен ысты руларының ақ қойлы, қара қойлы болып бөлініп, бірде сыйқым, бірде ыстыға телініп жүретін сондай көсеу таңбаның сыйқымда да, ыстыда да кездесуі. Сонау бір замандағы тұтастықты аумалы төкпелі кезеңге сай ірге бөліскен тұстағы ауыз түйістің зұрнақ екенін көрсетсе керек. Тарих пен шежіренің бірін-бір толықтыратын, жанасатын тұстары осылай болып келеді. Тек оны зерделей білетін зерек көкірек керек. Шежіре дерегін құлағына сіңіп, мен сыйқым ұрпағымын деп өскен баланы былай қойғанда сыйқым баба аңыздарынан бейхабар жастың көңіліне мына ғимаратты көрген соң, бұл кімге орнатылған кесене? Сыйқым қай ата заманның адамы, қандай еңбек яқи ерлігі бар деген сауал оралатыны күмәнсіз. Ол сауалға жауап іздеу тарихқа назар бұрудың басы іспетті. Назар бұрған екенсіз, әлгідей деректердің табасын, өзіңнің көне халықтың ұрпақ екеніңді сезінесін, оны мақтаныш тұтасын. Бұндай ескерткіш кесенелердің салынуы ірі тұлғалардың рухын ұлықтаумен ғана бітпейді. Тарихи танымызды өсіруге үлкен үлес қосатын болады. Деп тұрғанымның мәнісі осында. Тарихи таным, тарихи санаға қалай әсер ететінін ескертсек, онда бұндай шаралардың жас ұрпақты патриоттық тәрбиесін жасайтын ықпалын тәптіштеп жатудың қажеті жоқ. Қазақта сыйқым көп па, қиқым көп па деген мәтел бар. Бұл оның өскен ата екенінің белгісі. Бүгінгі 4 дулаттың бірі сыйқым бабамыздың ақ қойлы, қара қойлы аталатын ұрпақтары орта ғасырда үлкен тарихи оқиғалардың бел ортасында жүріп, түркі халықтары тарихында өшпес із қалдырып кеткенін білеміз. Бүгінгі ұрпақтар арасында ел таныған, ел намысын арқалаған атпал азаматтар баршылық. Сондай намысты ұрпақтарының тындырған айрықша маңызды шаруасының бірі осы кесене. Мен осынау жиналған көпшілік қауымды кесене құрылысына атсалысқан, басқарған азаматтарды қуаныштарымен құттықтаймын. Бабамыздың есімі ғасырдан ғасырға ұласып, ұрпақтары өсіп өркендей бергей. Бәріңізді баба рухы қолдай қорғай жүрсін. Қандай жер? Енді жердің жаннаты. Мына жерге қайрылмай кететін адам болмас деймін осы жолдан өткенде. Осы барлығыңызды ата бабаларымыздың ұрпақтары қолдасын. Әр уақытта бір-біріміздің жылы сөзімізді естейік, жылы жүзімізді көрейік. Қазақ ел аман болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Түбінде тіршіліктің тағдыр е, Тәңірдің құзырында бар дүние дейді. Қызылтыл қаратасты балықтады келгенде қылғобыздың зар күйінеді. Арылып ой тұманнан сана бұлттан, жазылады ескі жара жана ұртқан. Азаттық аясында қандай бақыт, емін еркін той жасап, ауа жұтқан дейді. Міне осындай ұлан қайыр кең даламызды алып қалған, заңғар биік тауларымызды болашағына қалдырған, ұзын шексіз шетсіз далада ағып атқан өзендеріміз үшін, топырағымыз үшін, ұрпағымыз үшін қаншама қаптаған жаулардан алып қалған бабалардың бірі міне осы кісі. Сондықтан да бүгінгі ұрпақтары ескерткіш орнатып отқандарға біз алғысымызды айтамыз, рахметімізді айтамыз. Барлығымыз басымызға үстісі аруақтарға жалынамыз.
қолдай көр аруақ деп шырылдаймыз. Ал енді бұл кісілер ескертусіз жатса, қайсының қай жерде екенін білмесек, о кісілер бізге қолғабыс бере алмайды. Ол жалпы Құдайдың көзі түсу керек. Алла тағаланың ниеті болу керек. Алла тағаланың қолдауы болу керек. Көзі түссе Құдайдың ындыны кепкен шөл дала көкарай шалғын саз болар дейді. Аязда апат келсе де малы есен жанаман, көктемі шығып жаз болар дейді. Біздің өңірімізге, осы елге Құдайдың көзі түскен, сәулесі көп, шырыны мол, жігіттері батыр, қыздары сұлу өлкеміз. Бірақ солай бола тұрса да біз осы бабаларымыздың өсиетін айтып кеткен біздер үшін тәрбиелі сөздерін көп біле бермейміз, оны орындамаймыз да. Көптеген жайттарда біздің ерге атқа мінген азаматтарымыз лықпай боп кетеді. Ал ол біздің бабаларымыздың тілегі емес. Бұл қазақтың баласы тегінде нені көрмеген дейді. Неше бір жайсан данасы шешенде болып сөйлеген, көсемде болған оймен. Бірақ соның бәрі де ыдырап жатқан қазақтың қосалмады бастарын. Мен боламын дегендер ақтамады сенімді, көкірек қаққан хандарым лауазымға таласып быт-шыт қылды елімді деп Төле би бабамыз аралап өткен. Сондықтан ағайын, сол бабалардың өсиетін орындап, қазақтан шыққан даналарды анау екен, мынау екен демей, барлығының сөзін өзімізден кейінгі өсіп келе жатқан балалардың көкейіне құю керек, үйрету керек, қазақ екенімізді білдіру керек. Біздің тамаша дәстүрімізді үлкенді сыйлап, кішіге өнеге болған ешбір елде жоқ қасиетті солардың бойына сіңіру керек. Көп-көп рахмет, ниет қабыл болсын. Ғалымдарымыздың жүргізген зерттеулеріне қарағанда, Сиқым бабаның есімі Қытай және Иран деректерінде кездескен. Бұл Сиқым атаның арғы заманда ғұмыр кешкенін аңғартса керек. Жалпы Сиқым баба жайында халық аузында айтылып жүрген аңыз әңгімелер мен тарих беттерінде жазылып қалған деректер оның өз заманында ел билеп батыр болғанын аңғартса керек. Құрметті туыстар, бауырлар, бүгін мені Сиқым атамыз, Сиқым баба атамыздың ескерткішін ашып жатырмыз. Құтты болсын. Құдайға тауба, сол Дулаттың 4 ұлы бүгін барлық 4 ұлды үлкен атадарын еске алып, мына мүмкіншілік болып, осы заманда мүмкіншілік болғаннан кейін бастарын көтеріп, басын көтеріп сөйтіп жатыр. Біз де сол ең кіші ұлы боламыз, Дулат атамыздың Ботбай боламыз. Біз де басын көтердік, үлкен атамыздан осы сайрамда мына бүгінгі осы Сиқым атамыздың ескерткіші құтты болсын. Талай жігіттер қол ұшын тигізіп жатыр. Біз де қолымыздан келгенше қол ұшын тигіздік. Мына қазақта жақсы мақал бар. Аруақ риза болмай тірі байымайды деп. Мысалы ол байлықта емес, аруақ риза болған дұрыс. Бүгін міне осындай күні нұр жауып жатыр. Ол да аруақтың қолдап жатқан шығар. Құтты болсын, жақсылықта, тойда басымыз бірге болсын. Рахмет. Мынау бүгін Сиқым бабаның қандай баба екенін мынау өзі табиғаттың өзі көрсетіп тұр. Нұр жауып тұр қазақша айтқанда. Мұның барлығына біз қуаныштымыз. Бабаларымыздан қалған асыл сөз бар. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген сөз. Осы бабалардан қалған сөзді ұстап, мынау ұрпақтары бабаларға арнап көптеген жұмыстар жасап жатыр. Жаңа осы жерде алдында сөйлеген мүслім бауырымыз бүкіл Қазақстанда қандай батырларға, қандай үлкен бабаларымызға ескерткіштер орнатылғанын, қандай жұмыстар жүргізіп жатқанын тарихтан аздап үзінді келтіріп толығынан айтып кетті. Мен енді уақыттарыңызды алмайын. Барлықтарыңыз осы Қазақстанда жасалынып жатқан жұмыстардың көбін білесіздер. Бүгін енді сіздерменен біздер мынау Сиқым бабаның кесенесіне келіп бір
көңіліміз көтеріліп, мархабаттанып тұрмыз. Мұны жасаған азаматтарға мен осы өзімнің ризашылығымды білдіремін. Айтеке би бабаның ұрпақтары үш жерде қатысып тұр. Біз қазақты анандай мынандай деген бөлуге ешқандай ол баратын қазақтар емеспіз. Қазақтың барлығы бір қазақ, бір атаның ұрпағы. Сондықтан Сейхун бабаға жасалынған құрметті, осы жасалынған үлкен тірлікті біз өзіміздің бабамыздың тірлігі деп есептейміз. Ал енді мынау архитектурасын жаңағы Жеңіс бауырымыз айтып кетті ғой. Біріншіден Жеңіс сіздердің осыны басқарып, осы үлкен істі осылай жақсылықпен аяқтаған сіздерге мен көп рахмет айтам. Басымыз дейіп сіздерге дендеріңіз сау болсын, абыройларыңыз биік болсын дейміз. Бұдан былай да жалғаса берсін. Ал енді мына архитектураны көріп, біз енді ойлап тұрмыз, мына әлгі Ордабасыда баяғыда Нұрекең ел басшысы келіп үлкен бір осындай ескерткіш кесене құрылған еді. Содан кейінгі үлкен ескерткіш осы Сейхун бабаның басына орнатылыпты. Мұның архитекторы мына Жанболат бауырымызға да ризамыз. Бұл өзі бір талантты ініміздің біреуі. Сондықтан енді үш жерге келген әрбір бабаның ұрпағы меніңше өзі риза болып кететіндей бір күшті ескерткіш орнатылды. Мынау жаңа айтылды ғой, енді мынау жолдың бойында, көрнекті жерде, Машат деген жерде өзі қазаққа бір мақтаныш болатын жер. Үш жерге орнатылған ескерткіш талай ұрпақтары келіп басын енді шығар. Мен енді осы бабаның артындағы бүгінгі үш жерде қатысып тұрған ұрпақтарына, одан кейінгі үш жерге келген ағайын туысқан барлықтарыңызға осы мерекелеріңіз құтты болсын. Бабаның аруағы сіздерді қолдап жүрсін. Әрқашан сіздермен жақсылықта, қуанышта басымыз қосылсын деймін. Мынау еңбек еткен азаматтарға әрқайсының шаңырағына осы бабаның рухы қолдап жақсылық келе берсін. Амандықта жол қойып. Осында жиналған жалпы жақсылар, мынау ескерткіш бабамызға кереметтей бір жақсы жерден, өте бір жақсы архитектуралық несімен салынған екен. Өзі бір кереметтей дүние болған екен. Осы ескерткішті салып, осынша жұмыс жасаған ұрпақтарына, тікелей қызмет істеген азаматтарға Алла Тағала жақсылық берсін. Ниеттері орындалып, мына баба өзі де жәннаты болған кісі шығар. Сол жерден жайы бұдан да жақсы болсын, одан да жақсы болсын. Алла Тағаланың құзырына, Алла Тағаланың жақсылығына душар болсын. Бүгінгі ұрпақтарының беріп атқан, жасап жатқан құрметтері, ниеттері, қабыл мұраттары асыл болсын. Құрметті жақсылар, мына осы баба менен, осы ата менен біздің де ата бабаларымыз бірге өскен, ағайын туыс болған, құдандалы жекжат болған елдеріміз. Кезінде осы атадан шыққан Қасымбек датқа, біздің аталарымыз Сапақ датқа бір-бірімен ағайын жекжат болып, туыс болып, құдандалы болған екен. Сол достықтары, жекжаттықтары, туыстықтары бүгінге дейін жалғасып жатыр ұрпақтарымен. Мінекей мына келіп, біздерді шақырып, осында неткен ұрпақтарына, мына мені ұйымдастырып атқан азаматтарға рахметімді айтамын. Тағы да айтарым, осы кісінің Алла алдынан жарылқасын. Ұрпақтары, осы елдің арасында сөз бар, әлгі көп деген, ылайымда көп болсын, мол болсын, бұдан да көбейсін, үлкен елдер, ауылдар болып өсе берсін. Ұрпағына Алла Тағала береке берсін. Рахмет. Сейхун баба қазақ жерінің тұтастығын, ел жұртының азаттығын қорғау үшін ақ найзасы мен қайқы қылышын қолынан тастамай басын бәйгеге тіккен тарихи тұлға. Демек, ол бір тайпаның немесе бір рулы елдің серкесі емес, күллі халқымыздың ортақ ұлы, мерейлі мақтанышы. Сейхун бабаның әруағына арнап тұрғызылған Машат асуындағы еңселі ескерткіш жалпы иісі қазақ баласына бірлік пен ынтымақтың символы іспетті. Жасалынып атқан мына үлкен мерейтой бұл ұрпақтың атаға деген, Аллаға деген үлкен тағзымының бір белгісі деп есептеуіміз қажет. Тарих өзінен өзі жасалмайды. Тарихты жасайтын
адам, міне сондай тарихи тұлғалардың бірі осы Дулат руынан тараған біздің Сиқым бабамыз. Сиқым баба Дулаттың 4 ұлының ең үлкен ұлы. Мінекей біздің тәуелсіздіктің, егемендіктің ең үлкен белгісі қазір ұрпақтың өздеріне өздері өз тарихына, өз өміріне өңіліп, сондағы осы тараған ұрпақтың аты аталған, соның Сиқым бабаның атымен аталған ұрпақтардың бәрі жиналып, өздерінің сол атасына үлкен ескерткіш орнатып, біздің егемендігіміздің негізін соны орнықтыруға тағы да бір үлкен үлес қосып отыр. Сондықтан да мен сол Астанадан әдейі арнап осы бабамызға тағзым жасайын деп келіп отырмын. Сол үшін осы жердегі барлық осыны ұйымдастырған азаматтарға, жалпы біздің осы оңтүстіктегі өзіміздің елімізге, халыққа мен бас иіп алғыс айтқым келеді. Себебі біздің қазақтың ұлттық негізін, біздің ұлттық мұрамыздың негізін сақтап келген, әдет-ғұрыптың да негізін сақтап келген осы біздің оңтүстіктің жері, оңтүстіктің елі. Жалпы егер біз тарихқа үңілсек, қазақтың бүкіл тарихындағы осы өткен қазақ халқының осындай сол хандық кезінен бастап, осы қазақ халқы жаңадан халық болғаннан кезінен бастап осы негіз салып, осы ұлттың ұлт болып қалуына өзінің үлесін қосқан азаматтардың барлығы да сол қазір аруақ болып өткендерінің бәрі де осы оңтүстік жерінде жатыр. Ол мына Түркістан, Сайрамды алатын болсақ, міне сондай бір белгі, мына Сайрам ауданы мен Төле би ауданының осы қосылған жерінде мына керемет кесене ашылып отыр. Осы біздің бабаларға деген жасаған осы ұрпақтың тағзымы, осы өзінің жалғасын тапсын деп айтқым келеді. Бұл барлық осы халық үшін, жалпы ол тек қана біздің оңтүстік ел емес, жалпы қазақ халық үшін бұл өнеге болатын үлкен шаруа деп есептеймін. Сондықтан да біз тарихқа өңіліп, тарихқа тағзым етіп, тарихымызды жаңғыртпайынша біз елдің болашағы болуы мүмкін емес. Сондықтан да осы қағиданы сақтай отырып, біз осы ұрпаққа үлкен тәрбие, тәлім беруіміз керек. Мен осының белгісі деп есептеймін. Сондықтан да барлықтарыңызды да осы бүгінгі үлкен мереке тойменен құттықтағым келеді. Алла тағала осы барлық жасаған іс-әрекеттерімізге өзінің нұрын шашсын деп тілегім айтқым келеді. Дулат бабадан тараған 4 ұлдың әруағына арнап, әрқайсысына жеке жерге үлкен кесене тұрғызылды. Жаныс пен Ботбай бабаның кесенесі сансыз баптардың мекені саналатын Сайрамда, ал Шымыр баба Ташкентте жатыр. Әулиелер тұрағы саналатын Сайрам өңірі Сиқым бабаның еңселі ескерткішімен толықты. Алыстан мен мұндалап тұрған мәрмір тастардан түзілген монумент биік рух пен киелі шаңырақтың қадір қасиетін паш етіп тұрғандай. Құрметті қалайық, жаңа ғана маған Астанадан Зауытбек Қауысбек ұлы Тұрысбеков звондап, жұмыс бабымен келе алмай қалдым. Сіздерден кешірім өтіріп жинаған халықтан мына осы бәрі өтіп атқан іс-шараларымыздың бәрі егемендігіміздің арқасында мына халықтан ынтымақ сұраңыз, Құдайдан жұмақ сұраңыз деген осындай менің жақсы тілегімді жұртқа жеткізіңіз деді, соғыстың сәлемін айтып тұрмын сіздерге. Құрметті қалайық, осы Сиқым жезіресін жазған біздің Дәуітбек Әбдіқадыр дейтін ініміз бар. Сіздердің алдыңызда сол кісіге бір марапат көрсетсек деп едік. Міне Әбдіқадыр Міне Әбдіқадыр дейтін Дәуітбеков жазушы осы ініміз 3 жыл, 4 жыл жүріп осының бәрін жинап, үлкен том қылып, осы кісі көп еңбек етті. Бұлайша айтқанда ғылыми еңбек десек те болады. Сондықтан осы кісіге халықтың атынан, бауырларының атынан бір машина мінгізіп жатырмыз. Міне. Мына документі. Директорге сүйенсек, мынау Жаныс, Ботбай, Шымыр, Ысты және де басқа қазақтың рулары бірге өмір сүрген екен. Олар осы Түркеш қағанатына үлкен үлес қосып,
саяси сахнаға шыққан екен. Сондықтан біз қазіргі уақытта Сейхун бабаны және ар жағында Дулат бабаны, Жарышақ Байдыбек бабаларды арғы кезеңде өмір сүрді деп есептеп жатырмыз. Оны соңғы материалдар соны дәлелдейді. Бұрын бізде ондай мүмкіншілігі жоқ еді. Себебі біз Қытайдың деректеріне қолымыз жетпеген еді. Енді қазір мынау Иран деректерінде, Қытай деректерінде осындай жаңа мәлімет алып, біз қазір сондай әңгіме айтып жатырмыз. Дәуірлер ай кебін кешкен құйынның, тарихты ойлап тас түйін боп түйілдім. Тәуелсіздік алған шақта бұл қазақ, бабалардың рухына сиындым. Бәйдібектің ұрпақтары аламан, қуат алған шежірелі даладан, көш бастаған албан, суан дулаттар, жарық шақтан шар тарапқа тараған. Ұлы Сейхім жарық шақтың тұңғышы, ордасынан тарап жатқан мың кісі, аттанарда Сейхімінен баталған, үш інісі, үш жолбарыс нұрлысы. Түп тарихты қотармаяқ қойғанда, Рысбектей бахадүр бар қаймаңда, Шнет баба отырғанда ордада, бізден бақыт, құт береке тайғын ба? Қайран бабам даласынды кемеңгер, айтқан сайын сырың жұмбақ тереңдер, сайын дала піредіңіз өзіңіз, мәңгілікке ұлықтаған өрендер. Алла қолдап тәуелсіз ел тойынды, елде болдық ашық айтып ойымды, машаттайын мөлдіреген арудың биігіне ескерткішін қойылды. Сол биіктен өзің болып қарадым, қуаныштан құс боп ұшып барамын. Құт береке ұрпағыңнан кетпесін, тірегі сен, жүрегі сен даланың. Атамғаза қай кезде де алдымен әруаққа сиынған. Кешегі Сидней олимпиадасында шаршаланға шығып, бокстан қазақтың намысын қорғаған Ермахан бауырымызда бабаның әруағы қолдап жеңіске жеттім дейді. Спорт ойнап жүрген кезде, өздеріңіз білесіз, төрт бұрышты рингке шыққан кезде сізге туған туысқаныңыз, ағайыныңыз, немесе тренеріңіз ешкім көмек бере алмайды. Тек қана бір Аллаға, бір әруақтарды қолдай көр деп сиынып шығасыз. Сондықтан ана естеріңізде болар, Сидней олимпиадасында ойнап шығып кейін болғаннан кейін, алтын медаль алғаннан кейін әруақ деп айтқаным бар. Сондықтан осы Сейхім бабамыздың әруағы қолдап алтын медальді алған жағдайым бар еді. Сейхім бабамызға ашылған кесене құтты болсын. Мінекей бұл Машат асуында өте жақсы жерде орналасқан, жаңа үлкен кісілер, үлкен ағаларымыз айтып кетті. Бұл жердің жәннаты Машат асуында орналасқан. Бұны ары бері өткен жолаушылар осы жерге соқпай өтіп кете алмайды. Бұл біздің астымыздан өсіп келе жатқан ұрпақтарға үлкен үлгі. Осындай Сейхім бабамыз қандай кісі болған, қандай ерлігі бар, соны біліп, осында келіп, бәрі тағзым етіп жүреді, Құран оқытып жүреді. Сондықтан осы бүгінгі ашылған ескерткіш құтты болсын. Бұл келер ұрпаққа үлкен үлгі болды. Құрметті қалайық, Сейхім бабаның салтанатты асылу рәсіміне арналған жиынды жабық деп жариялаймын. Осында Ақсақал атамыздан бата сұрайық. Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Құдай бере көр. Сейхім бабамның дастарханы мол болсын. Содан өніп өскен ұрпақтары аман болсын. Жалпы қазақ халқы аман болсын. Еліміз тыныштықта болсын. Бұл осы болып жатқан іс-шараның барлығы да егеменді еліміздің арқасында. Біздің осы іс-шараға жақсылап ат салысқан әнелеріміз, бауырларымыз, олардың атап айтқанда Жеңісбай Сұлтанов, Әбжаппар Оңалбаев, Қайрат Сапарбаев, Молдан Қолдасып айта берсек тіпті көп. Алматыдағы бауырларыма, Жамбылдық бауырларыма көп рахмет айтамын. Біздің келешегіміз жастар, біздің жастарымыз аман болсын. Өсіп келе жатқан, жаңадан толып жатқан нәрестелеріміз аман болсын. Келешек солардікі. Осы болып жатқан іс-шараның барлығына егеменді еліміздің басшысы
Нұрсұлтанға Алла денсаулық берсін. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Жанұяларыңызда бақытты болыңыздар. Жұмыстарыңызда табысты болыңыздар. Күні бойы айтылып жатқан жақсы тілектің барлығы Сайрамдағы сансыз бап, Ибрагим ата Қарашаш ананың әруағы. Отырардағы 30 бап, баптардың бабы Арыстан бап бабамыздың әруағы. Түркістанда Түмен бап, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың әруақтары, Бәйдібек бабамыздың әруағы, Домалағана, Қосана, Бесананың әруақтары қолдап, Сейхін бабамыздың әруақтары қолдап, әр қайсыңыздың ойлап жүрген көкейлеріңізге жетуге Алланың өзі қолдасын. Әр уақытта жақсылықта осындай тойда кездесейік. Аумин. Аллаху акбар. Қош келіпсіздер бауырлар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratal mustakim. Sıratallezîne an'amte aleyhim. Gayril mağzubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin ellezine yu'minun bil gaybi ve yuqimunas salate ve mimma razaknahum ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولدم صفي الله ديم حضرت نبي الله صيم إبراهيم حليل الله شهر موسى عليه السلام پنجم حبيب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ ثوابنا ومرنا حادية أنت القرآن العربية ومن تخفة لكم جنات تجري من تحتها الأنصار بركات الإيمان İlahi perverdigarımla kasiyetli bağışlanған hatmul Kur'an'ın sevaplarını, köpçülüktün niyetlerinin sevaplarını Allah Teala olsun kabul etkeysin. O sevaplarını barlığında atalып ötken Seyxin babamızın ruhuna, sol babalardan tarap ötken barlık ahli ümmeti Muhammed ruhlarına bağışladık. Allah Teala o şaraga baskarı жүріп еңбек жасаған жігіттерден, өшердегі қол жайып отырған сіздерден үміт еткен аруақтарға bağışladık. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Ертеңімізге мұра болып қалатын осындай игі бастамаға мұрындық болған жандарға зиялы қауым өкілдері мен қариялар жағы алғыстан басқа айтарымыз жоқ дейді. Жер жаннаты атанған Түлкібас ауданы мен
Сансыз баптар мекені орналасқан Сайрам ауданының шектескен жері Маша тасуына орналасқан Сихым баба ескерткішінің салтанатты ашылуында бабалар әруағына арнап Құран бағышталып, құрбандық шалынып, ауыл азаматтарына арнап ашық аспан астына дастархан жайылып, ас берілді. Бүгін үлкен парыздан құтылдық. Үлкен той болды. Ол допустим, енді мен айтып кетейін. Ол бәрі басталғанда Жеңіз ағамыз, Абеке ағамыз бәрін жинап, осындай ата бабаларымызға үлкен бір белгі қояйық деп. Сол алдында архитектор өзіміздің ағамыз Күлтаев Жанболат, ол сызып, архитектураны жазып, мен өз қолыма алдым құрылыстың бәрін. Енді Құда қаласа өздеріңіз бүгін көргендей, Қытайдан жақсы ақ тасап келіп, оны орысша болса гранит, белый гранит, соны ап келіп, енді Құда қаласа 20 метрдей высотасы бар, соның да биіктігі 20 метрдей. Потом Байдыбектің тасап келдік. Байдыбектің тас төсеткізіп, символичный болсын деп. Потом аны 6 стелланы қойғызып, Құда қаласа соның бәрін бітіріп, енді бүгін мен өте қуаныштымын. Енді өз-өзімді мақтай бермейін. Құда қаласа бәрі енді ол елдің арқасында, жұрттың арқасында талай-талай көп азаматтар Жамбылдан, Алматыдан, Астанадан, Қарағандыдан, осы бәр жерден сиқымдар сол көмектесіп, Құда қаласа енді не дейміз? Біздің поколение жасап жатыр. Оған мың рахмет. Енді сонша жыл өтіп, сонша уақыт өтіп, енді қазір независим сағанда, мен ойлаймын, допустим, ол өте жақсы. Сихым баба ескерткішінің ашылу рәсіміне алыс жақыннан келген ағайындарға Шымкенттің орталығындағы Арман дәмханасында үлкен ас берілді. Асқа жиналған ел ағалары өзгелерге үлгі болар бастаманы көтеріп, Сихым бабаның әруағын ұлықтап, еңселі ескерткіш тұрғызуға үлесін қосқан бүгінгі ұрпаққа алғысын білдірді. Қариялар жағы ұрпақтар сабақтастық ретінде жастарға өнеге болып қалатын даналы сөздер айтып, Сихым баба жайлы естіген естеліктерден жұртты құлағдар етті.
кесенесін ашып отырсыздар. Сол себепті баршаңызға күш қуат, жігер, таудай талап және ауызбіршілік тілеймін. Құрметпенен бауырларыңыз Сауытбек Тұрысбек. Әруақтарымыз бір айдан бір жақсылық істегенін келіп сондай бір рахмет айтқым келіп отыр. Ал енді бір 2 жыл 3 жыл мені мынау жігіттер отырған жігіттер шақырып, сөзі ең үлкен екем, сонда осындай бір үлкен мәселе көтердік. Сонда осы кісілердің инициативіменен осылай жасайық деп, содан кейін бізге ішінде бір президент керек болатын болды. Сонда маған енді үлкен болғаннан кейін сөз беріп, осы Жеңісбек Сұлтанов болса қалай болады, біздің генералымыз. Бүкіл біздің Қазақстанның түкпір-түкпірдегі үлкен кісілерді де бәрін де жақсы біледі. Осы елімізді, жұртымызды осындай үлкен нәрсе жасасақ қалай болады дегеннен кейін бәріміз қол қойдық. Кішкентай коллектив едік, бір 7-8 адам. Осы кісінің генералды біз президент жасап алған едік. Сол президентіміз біз жаңылысқан жоғымыз. Жеңісбек өзінің орнында тұрды. Содан кейін ел жұртты жинады. Содан кейін барып мынау Астанадан келді, Жамбыл облыстан келді, Қызылордадан келді. Бәріміз отырмыз. Сол жерде де бір үлкен жиналыс жасап, осылай жасасақ қалай болады деп, көпшіліктің бәрі қолын көтеріп, болады деп сондай бір сөз берді. Ал енді жұмысқа тиісу үшін ақша керек болды. Сол себептен жігіттер, осы отырған кісілердің бәріне де рахмет. Бәрі де үлгісі өзінің кім қанша қосса да бабаларына, нелеріне соның нәтижесін сіздер бүгін көрдіңіздер. Мен ойлаймын, ынтымақ бар жерде, тыныштық бар. Мынау біз енді мен спортта 55 жыл жұмыс істеп жатырмын. Сол себептен сіздердің балдарыңызды тәрбиелеп жатырмын. Бір жағы әлі отпуске кетпей жатырмын. Нұрсұлтан Әбішев айтты, 120 жыл істейсіңдер, 120 жылға мен енді өзім соған салмақтап жатырмын өзімді. 70-ге кетіп бара жатырмын, әлі де күш бар, балдарымыз Құда қаласа чемпион болып шығады. Ал енді мынау тағы да бір айтқым келіп отыр. Біздің арамызда мына Сайрам ауданында, жаңа сіз өздеріңіз көрдіңіздер, соның бер жағында бәрі шетте Сайрам ауданы ғой. Сайрам ауданында мен 29 жыл істедім. Ал мына жерде осы Шымкентке келгеніме 27 жыл болып қалды. Сайрамдағы өзбек ағайындарым көрші, 70% өзбек ағайындарымыз. Енді Қайрат екеуміз жәрдем беріп жатырмыз. Бір санап келсек, бір 60 миллиондай болып қапты жәрдем бергенімізге. Сол себептен тағы да бір жәрдем берейік. Анау скорый помощьта ешкім неғылмасын, ауырмасын. Ауырғандар жаңағы соны жақсылап емдесін. Кейбір өздеріміз сол жердегі Сайрамдағы жігіттер қазақ болады ма, өзбек болады ма, дастархандарымыз бәрі бірдей. Бізге тілектес болсын. Бізге осындай біздің жүрегіміз, қазақтың жүрегі кең. Соғыс уақытында білемін мен, жетім болып шөп-шөп жеткен уақытында қарашайлар көшіп келген кезінде, басқа ұлттар көшіп келген кезінде, қазақтар осы құлағын қолын неғылып, солардың бәрі кейін Кавказға барған кезінде мені маға деп көтеріп, сондай тастаған кездері болған, аш болып жатқан кезде біз тамағымыз топ болдық қазақтарды ішінде қысалып. Сол себепте біз қазақ, өзбек демейміз. Іштерімізде бәрін өзін ағайынымыз. Бұл кісінің әкесімен мен істескен едім, Мұхин деген кісі. Сөзден бұл кісі енді сөйледі әкім Қарамұртта. Ал Қарамұртта қалай жағдай біз соғыста келген кісілердің бәріне, соғыста қалған кісілерге памятник бар. Келгендеріне жоқ. Колхоздар үлкен жаңағы кетпен шауып, мақта шауып жүрген кісілер көбісі қайтыс болып кеткен. Қайрат екеуміз айттық, сол жерге бір үлкен памятник жасап берейік. Бір 700-800 адамдар бар екен, қайтыс болған бар, соларға үлкен памятник жасап бердік. Ол елі халқы бізге рахмет деп жатыр. Мына жердегі Сайрамда тоже қарасақ, бәр жерде соғыстағыларына, бәр қалғандарына памятник бар екен. Келгендеріне бір 900-800 адамдар қалған екен, 1800 адам. Соларға да памятник жасап бердік. Себебі ол біз мақтанғанда емес.
аруақтарды сыйлау керек. Мынау келешекті біздің қазір істеп жатқан нәрсеміз. Құда қаласа сіздер аман сау болыңыздар. Мен айтқанда 120 жасқа, орта жасқа мынау кісілер келе берсін. Бәріміз де соған бара берек. Орта жас 120 жас. Как сказал Махамбет, 5 лет, ал 200 жас бар тағы. Құда қаласа соған бара беріңіздер. Ал енді біздің үлкен мынау кісілерді істеп жатқан нәрселердің бәрі біздің балдарымызға, немерелерімізге, шөберелерімізге, солар бізде көріп осында ата-бабаларымыз деген екен ғой деп. 1-2 жыл, 2000 жыл, 300 мың өтеді ме, қанша жыл өтеді ме, бізге естеп жүрсін. Бізде адамның баласымыз. Тірі уақытымызда осындай жұмыс жасаған едік, осындай жасаған едік деп. Ары бері өткенде аумин деп, ары бері өткенде сондай аумин дей берсеңіздер, Құдай сіздерге жәрдем береді. Құдайдың жәрдем бергені бала шағаларыңыз аман болса, немерелеріңіз қасында жүгіріп жүрсе, өздеріңіз денсаулықтарыңыз жақсы болса, сол Құдайдың үлкен жәрдем бергені. Сол себепті мынау скорый помощьтың кілтін мына әкімнің өзінің қолына беремін. Сол біздің анау нені жаңа көрген памятті Сиқым бабаны көрсетесің. Сөйлеген автобус десең, автобус беремін, не десең, организовать ет, бәрібір организовать. Айналайын, бақытты бол жарым. Рахмет. Көп сөйлесіп етті, кешіресіздер. Берекелді ағасы, елдің болған шағасы деп мінекей, елдің ертеңін ойлап жүрген ағаларымыз осындай үлкен қайырымды іс жасап жатса, ағайын келіп отырған көпшілік қонақ көп, сондықтан тағы да бір Жамбыл облысынан келіп отырған үлкен ардагер ағамызға келесі сөздің кезегін бұрсақ деп, досы би Өтеулі ағамызға микрофонның кезегін бұрғалы жатырмын. Жамбыл облысынан келіп жатқан ардагер атамыз. Асқа көршілес Жамбыл облысынан келген қария сан жылдар бойы аттың жалы түйенің қомында жүріп, білектің күші найзаның ұшымен қоса, ақыл парасатымен, асты кеңге үсті малға толы кең байтақ, ұлан ғайыр жерімізді қорғап қалған деп мақтан ететін бабаларымыз жайлы тың деректер келтірді. Ол сөз барысында Дулат бабаның сүйегі көршілес Өзбекстан Республикасының аумағында жатыр дегенді, сол қоңсы елдегі көнегөз қариялардың аузынан естігенін жеткізді. Бұл дерек бойынша Сиқым бабаның атынан құрылған қор басшылары Өзбекстан Республикасына барып, арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізуге бәтуәласып тарқасты.
Төрімізде Тегізбай ағамыз шахсынан естеміздің тұсауын кесіп жатыр. Қол соғып бір қошеметтеп қойыңыздар. Би болыңыз, еліміздің би болсын. Қошемет. Қазақ кішкентай өркен жайынан нәрестесімен, ол перзентімен егеменді елдің тегісіне азаматы болсын ағайын. Үлкен ағаларымыздың жолын берсін. Осы сауаптардың барлығымен осы Сейхун бабамыздың рухына, сол бабадан тараған барлық әулеттердің рухына Аллаға рахмет етіп, Расулуллахның шафаатын нәсіп етсін. Мынау игілікті істеріңізде Алла Тағала өз құдіретімен сіздерді қорғап тұрсын. Аллаху акбар.